Сәлем достар, бүгін сіздермен варена сгущенканың рецептісімен бөлісемін. Дәмі өте керемет, әрі қою болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен газдеге кастрюлемізді құйып, үстінен сүтімізді құямыз. Мен кастрюльдің астын және жан жағын сары маймен сүртіп шықтым. Себебі астыңғы жағы күймейді және жан жағына сүт тиіп, кастрюлеміз күймейтін болады. Енді отты ең жоғарғысына қойып, қайнағанша күтеміз. Сүтіміз енді қайнап бастап жатыр. Үстінен қантымызды және 4-1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Енді отымызды баяулатып, 2 сағатқа жай отта қайнатамыз. Арасында 10 минут сайын араластырып тұруды ұмытпаймыз. Себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Бізде 1 сағат қайнады. Осылай түсі қоңырқай болып өзгеріп келе жатыр. Бірақ әлі дайын болған жоқ. Және 1 сағат қайнатамыз. Арадан 2 сағат уақыт өтті. Дайын болғанын тексеру үшін тарелкаға 1-2 тамшысын тамызып көреміз. Үстін саусақпен бір сызамыз. Арасы жайлап жақындай бастаса, ол әлі дайын болмаған деген сөз. Тағы 15-20 минут қайнатамыз. 20 минуттай уақыт өтті, және бір рет тексереміз. Тарелкаға тамызып, үстін бір сызып көреміз. Бізде арасы жақындаған жоқ, яғни дайын болды. Мен дайын болған сгущенканы осылай сүзгіден өткіземін. Себебі үйдің сүті болғаннан кейін арасында қаймақтары жүр. Сондықтан сүзгіден өткізсе, теп-тегіс біркелкі масса пайда болады. Біздің сгущенкамыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Таза салмағы 360 грамм болды 1 литр сүттен. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Видео пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, пікір қалдырып, үліпіл басуды ұмытпаңыздар.